Жеңіс, әміршім жеңіспен оралды. Әміршімізге жол берейік. Халайық. Әміршім келе жатыр, әміршіме жол берейік. Әмірші жеңіске жеткеніне орай, той жасағанда алтын аранып тұрған қас шеберге бір өстен ас сыйлады. Шебер сыйлығын қолына алып, кіші ханымға бір қарап қойды. Ол одан көзін алып, шебердің бұл қылығын ешкім байқап қоймады ма дегендей бір қарайды. Бірақ ондай рай ешкім танытпағандай болады. Той аяқталған қуанышында шек болмады. Аспандағы айдан дейді, есігіне елендеумен болды. Япырмай! Мынау адамлы емес пе? Соны бәйбішенің кіші ханға жасаған осы болды ма? Я, солай. Сонда өзіне құрт түскен алман не себеп жібергені енді түсінікті болды. Әлгі шебер өзінің өліп өшкен махаббаттан басқа түк те бейнелеп өтті. Ханым! Әміршім, иә. Ол әміршінің алдында өзі ғана кінәлі. Жас шебердің тырнақтайды, жазығы жоқ. Жүр, басая, түс олды. Жігіт, өзінің не үшін шақырған түсініп, сезіне білді. Хан сіз мұны рамсалған шеберді қаматып қойдыңыз ба? Я. Оның ешқандай да жазығы жоқ. Білемін. Ештеңе де болған жоқ. Оны да білемін. Алайда мен шеберді кешіре де алмаймын. Кешірем де сұрай алмаймын. Асылы ойлап, нұр жайнаған қос жанары. Қос жендеттің темірден, істік темірден алып түскен қос жанары. Бейшара, көзінен айрылып, демеу қал жатқанда тілінен де айрылды. Оқтан, арамау кекелер жалғыз ғана емі қанды қасап. Құдайы, Алласы жауға жібермеген қанды қасапты өзі жасайды. Қорықпа, барар жердің бәрі жердің астында. 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 Барар жердің бәрі жердің астында. Қорықпа, барар жердің бәрі жердің астында.